Футболда бәрі керемет бола беруі мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Мен Бексұлтан Кеулімқос жанкүйерлік ғұмырымда оны анық сезіндім. Бүгін біз бір эпизодда YouTube арнасында дәстүрлі ондықты анықтауға кірісеміз. Және команда құрамында болуы зиян әкелетін 10 футболшыны тізбектейміз. Олардың пайдасы да ұшаң теңіз, бірақ зияны да жоқ емес. Ондай ойыншылар әрине болады. Біз кеттік. Stop and stare when they see me. If it's the once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Біздің тізімдегі 10 орында Эрлинг Холланд. Тізімді норвегиялық супер шабуылшыдан бастаймыз. Мұндай шабуылшы қазіргі футболдың гүлі. Холландқа қараңызшы. Зор денесін керемет игереді. Қарсыластың қорғаушыларын жапырып өтеді. Әуелеген допты тіпті ешкімге таттырмайды. Ал голды қорап-қорғанмен соғады. Өзі ойнаған 4 командада да солай болып келеді. Алайда бапкерлер үшін Холландтың пайдасынан зияны көп. Әсіресе тактикалық мәселеде. Эрлинг келгенше Манчестер Сити қандай еді? Серхио Агуэро кеткен соң Пеп Гвардиола алаңдағы 10 ойыншысы шабуылдай алатын тамаша ұжым жасап шығарды. Нәтижесінде қапталдағы Риад Марездің, Фил Фоденнің, тіпті Джек Грилиштің де пайдасы ұшаң теңіз болды. Ортадағы Илкай Гюндоган мен Бернарду Силва туралы тіпті сөз жоқ. Ал Холланд келіп еді, осы мәңгілік механизм болып қалды. Әрине, Манчестер Сити Премьер-лигада соңғы орынға түсіп қалған жоқ. Бірақ ең ауыр сәттерден ойнақы әуенмен асақтап шыға алатын ансамбль бұзылды. Холланд артқа сирек қайтады. Доп іздемейді. Енді оны сол Силва, Гундоган, Де Брюйнедер паспен қамтамасыз етуге тиіс. Бірақ сіздер білетіндей, Кевин Де Брюйне әріптестерінің кейбіреуіне пас бермей қалады. Яғни команда жеңіске жеткісі келсе, Холландқа жұмыс істесін. Эрлингтің қазіргі нәтижесі тіпті керемет. Бірақ оның астарында қаншама футболшының жанкешті еңбек жатыр. Демек, құрамында Холландың болса, жартылай қорғаныста мықты футболшылардан жарағың болсын. Өз командасын әлсіретушілер тізіміндегі 9-шы орында Мемфис Депай. Нидерландық шабуылшыны бұл тізімге қосқанымыз үшін жанкүйерлер бізді кінәлайтын да болар. Өйткені Мемфис ПСВ-да керемет ойнады ғой. 2014 жылы әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды. Күні бүгінге дейін Нидерланды құрамасы тарихындағы екінші мерген. Тіпті FIFA оны 2015 жылы әлемдегі ең жас талантты футболшы деп таныды. Бірақ Мемфистің үлкен кемшілігі бар. Ол супер командаға барса бітті. Бір орнында тығылған көліктей батпақта бататта қалады. Сөйтіп күні кеше ғана оны аттай қалап алған гранттар енді тез құтылуға тырысады. 2015 жылы Манчестер Юнайтед сөйтті. Робин Ван Персидің орнын басат деген мерген шабуылшы манкуниандықтар сапында 2 жылда өткізген 57 кездесуде жетақ гол соқты. Жозе Мауриньо команда тізгінін ұстағанда Депай тіпті қажет болмай қалды. Сөйтіп 4 жылдық келісімшарттың 2-ін ғана өтеп, Мемфис Лионға жол тартты. Бір кездері жасында жырғылдаған осы командада ол табан аудармай 4 жыл ойнады. Қайта түлегендей болды. Барлық ірі турнирлерде 76 гол автор атанды. 2021 жылы банкрот болып жасап Зоруға еңсе көтерген Барселона шабуыл шебіне жаңадан іздеді де Депайды таңдады. Алайда Каталонияда да Мемфис көптің бірі болып қалды. Допты кезек-кезек тоғытудың орнына Ла Лигадағы 1,5 жылда 12 топпен ғана шектелді. Депайдың денесі татуға толы. Тіпті ернінің ішкі жағында successful, яғни табысты жол болғыш деген сөз жазылған деседі. Қайдам, жолы болғыш жігіттер супер командалардың супер ойыншысы болуға тиіс емес пе? Депай ондай емес. Биыл ол Атлетикоға ауысты. Бірден айтайық, Атлетико романтикалық шабуылшының командасы емес. Мемфиске тағы қиын болады. Енді бізді Чемпиондар лигасының ширек финалдағы ойындар күтіп тұр. Ол ойындарға бәстікілеріңіз келсе, Бриксбет букмекер компаниясын сіздерге ұсынамын. Бриксбет ең жоғары коэффициенттер, ең жылдам сервис. Сілтеменің барлығы төменде закрепленный комментарий тұрады. 1xDoda промокодын терсеңіздер, бірінші депозитке 200 000 теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Сілтеме закрепленный комментарийде сәттілік. Алаңға шықса бітті, күлкіге қалатын Гарри Магуайр біздің тізімде 8-ші орында тұр. 2014 жылы Бразилияда өткен әлем чемпионатында Гарри Магуайр қарапайым жанкүйер болып барыпты. Арада 4 жыл өткенде Ресейдегі әлемдік додада ол Англия құрамасының негізгі қорғаушысы болды. Жартылай финалға дейін жетті. Әрине, оның Шеффилд Юнайтед, Халл Сити, Уиган сияқты қарапайым командаларда жүріп Лестерге келуі, сөйтіп MU-дің сапына алдуы аңызға бергісіз әңгіме. Алайда Манчестерге келгелі бері Магуайр ағылшын футболының басты меміне айналды. Басқа Ван Дейктен де қымбатқа түскен қорғаушы Манчестер Юнайтедтің аңыз футболшыларының сынына көп ұшырайды. Пол Скоулс, Рой Кин, Рио Ферн сияқты аңыз адамдар Магуайрды
талай рет жерден алып жерге салды. Өткен маусымда команда тізгінін Ральф Рангник ұстағанда әлемдегі ең көп сыналған футболшы осы Магуайр болған шығар. Әрине, ол сонша сорлы ойыншы емес, бірақ басқаны ойып, ойын барысында оның өз командаластары Пол Погба мен Криштиану Роналдуды жарақаттап алуы да талай әңгімеге азық болды. Ливерпульге қарсы ойында Магуайрдың салақ ойнағаны сонша жанкүйерлер оны Ливерпульдің шабуылшысы ретінде мемдайырлап бүкіл желіні шулатты. Ал Еуропа лигасы аясындағы матчта Миланның қақпасына 50 сантиметрден гол соға алмай Гарри тағысын алынды. Жақында Магуайрдың өзі де MU сапындағы басқа орталық қорғаушылар өзінен жақсы ойнайтынын мойындады. Жазда басқа командаға ауысып тынама қайтеді. Қиын, өте қиын. MU жанкүйерлері өткен маусымда 40 000 адамның қолын қойып, Магуайрдың командадан кетуін талап етті. Дұшпаныңа да тілемейтін жағдай ғой, шынында да. Пайдасыздар тізіміндегі 7-ші орынды Криштиану Роналдуға беріп отырмыз. Өзінің арқасында 7-ші нөмір сияқты. Әлем футболы тарихындағы ең мерген шабуылшы пайдасынан зияны көп болуы мүмкін бе? Ювентустан кеткелі бері өкінішке орай Криш сондай күй кешіп жүр. Оның Манчестер Юнайтедке оралуын ерлікке бағалағандар көп еді. Алайда өзіне ғана емес, өзгеге де аса жоғары талап қоятын саңлақ шабуылшы тіпті артық кеткен сияқты. Ол Ральф Рангникті бапкер санамайтынын айқын аңғартып, тіпті айтып та жүрді. Ал жаңа маусымда Эрик тен Хаг бірнеше ойында қосалқы құрамда қалдырып еді, Крироның қағанағы қарсы айырылды. Тоттенхэммен ойынның аяқталуын күтпей стадионнан кетіп қалды. Өзінің ойын соңында алаңға шығатынын мүлде қабылдай алмайтын жағдайға жетті. Ақыры әлем чемпионаты қарсаңында Пирс Морганға берген сұхбатында бапкерді ғана емес, бүкіл Манчестер Юнайтедті тас-талқан етті. Команданың жеңіс дәстүрі Фергюсонмен бірге кеткенін айтты. Базасы моральдық тұрғыда қатты ескергенін айтты. Бапкердің мұндай даңқты командаға лайық емес екенін де бұл жеткізіп бетіне басты. Нәтижеде Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедтің психологиялық ахуалын қатты бұзды. Өзі Сауд Арабиясына, Әл-Насыр командасына бірнеше миллиондық шартқа отырып ауысты. Онда да бүкіл назарды өзіне аударып жүріп жатыр. Әрине, Криштиану Роналду қандай команда үшін де дайын жарнама. Бірақ мұндай футболшылар артық қылам деп тыртық қылады кейде. Даңқты Лионель Месси де футболдағы басты бәсекелесінен алысқа кеткен жоқ. Ол біздің зиянкестер тізімінде 6-шы сатыда тұр. Месси барлық жұлдызды шағын Барселонада өткізді. Қарға дайынан болашақ жұлдыз ретінде қарастырылды. Сол сенімді асыра ақтады. Алайда Барса үшін бірінші жүк Мессидің 6-0 бар ауыр келісімшарт еді. Жалақысын қанша азайтуға келсе де тығырыққа тірелген Барса бәрібір ауырсынды. Месси каталониялық клубпен жылай отырып қоштасты. Ал ПСЖ-да бұрынғы Месси жоқ. Аяғына доп тисе, түрленіп сала беретін саңлақ шабуылшы осы күні өзінің көлеңкесі іспетті. Шабуылда шешімталдық жоқ, пастарда сәтсіз. Кіл үздіктерді жинаған командада да Месси одағай болып көрінеді. Артқа оралып, қорғаушыға көмектесу керек пе? Атамаңыз, ол Мессидің шаруасы емес. Біздің жанкүйерлік бір ойымыз айтады. Месси өзін әлем чемпионатына ғана дайындап жүрген сияқты көрінді. Қараңыз, Қатар 2022 додасының қарсаңында да одан кейін де Лионель көптің бірі ғой. Тіпті ПСЖ жанкүйерлердің өзі осы күні Мессиді ергежейлі деп лақап атай бастапты. Биылғы Чемпиондар лигасында ол париждік клубты өрге сүйрей алған жоқ. Бавариямен қос кездесуде Мессиді Леон Горецка мен Йозуа Кимих қылғытып жеп қойды. Қатар шейхтерінің Чемпиондар лигасын жеңіп алсам деген арманын әлемнің бірнеше дүркіні үздік футболшысы Лионель Месси де іске асыра алмайтын сияқты. Шал болсаң адам болмайсың деген осы мәлде. Неймар. Біздің дәуіріміздегі екі ұлы футболшының көлеңкесінде қалмауға тырысып, Парижге кеткен футболшы ақыры кім болып шықты? Біз оны өз сөзімізде 5-ші сатыға қойдық. Футбол әлемі әдетте бір қаһарман кетпей жатып, оның орнына басатын мықтыны іздей бастайды ғой. Неймар талантымен жұртты сондай ойға бөлеп еді. Месси мен Роналдудан кейін алтын допқа лайық ойыншы дескен еді жұрт. Бірақ ПСЖ-ға барған соң Неймар алаңдағы тіршілікке былайғы өмірдегі балаңдығын қосақтап алған сияқты. Біріншіден, ол өте көп жарақаттанады. Міне, жақында аяғы тағы зақымдап 4 ай емделетін болды. Екіншіден, артында дау көп. Біресе қыз ұлы делінеді, біресе шейхтің сүйікті ойыншысы болғандықтан бапкерді тыңдамайды дейді. Чемпиондар лигасында 2022 жылы ПСЖ-ның финалға шығуы Неймар дәуіріндегі ең ұлы жетістік болып қалатын сияқты. Яғни Неймардың командада болғанынан болмағаны жақсы көрініп кетеді дейді. Әлем чемпионаттарында да сол. Біресе жарақаттанады, біресе нәтижелік жағынан Пелені қуып жетіп, бас бозуға уәде береді. Әйтеуір құраманың көшбасшысы болудан басқа шаруаның бәрін істейді. Неймар футбол тарихында өзінің табиғи талантының ширегін де жұмсай алмаған футболшы болып қалатын шығар. Сірә.
Заманауи қақпашы Мануэль Нойерді кемшілігі жоқ қақпашы деуге болар. Бірақ ол да біздің тізімнен тыс емес. Біз Нойерге мәртебелі 4-ші орында табыстап отырмыз. Нойер футбол өнеріне төңкеріс жасаған қақпашы. Ол соңғы қорғаушы рөлін өте сәтті атқаратын, сондай тіпті кейде келмеске кеткен либеро трекіндей болды. Бірақ Нойер Шалкеден Баварияға ауысқалы бері талай ерліктер жасады, талай рет сынға да ұшырады. Біз байқаған нашар қасиеттері мынадай. Біріншіден Нойерге де жарақат үйір. Соның кесірінен Бавария жиі тығырыққа тіреледі. Біресе Эмиль Крафт, біресе Свен Ульрайх оның орнын жабады. Дәл бүгінгі күні де Нойер үйде аяғын жарақаттап алып емделіп жүр. Бавария жедел Ян Зомерді шақырды. Бірақ Нойер қайтадан қақпа кілтін тартып алды. Баварияға зор үмітпен келген Александр Нюбелді құрамадағы ізбасарлары Марк-Андре Тер Штеген мен Бернд Лено да Нойердің көлеңкесінен шығалар емес. Ірі турнирлер қарсаңында Нойер қатты жарқынатты, жарыс бастала салысымен негізгі құрамнан табылады. Сөйтіп өзгелерді несібесіз қалдырады. Екіншіден, сонда атақ даңқына қарамастан Нойер өте шағымданғыш қақпашы. Қарсылас доп соқса бітті. Мануэльдің қолы аспанға шошаң ете қалады. Қарсылас офсайдта қалды немесе ережеге сыймайтын доп соқты деп қалуымыз ықтимал. Тіпті неміс тілінде осы ишараны рекламирерам, яғни қарсыласқыш қол деген жеке терминмен атай бастапты. Соңғы 2 әлем чемпионатында Нойер Германия құрамасының тірегі бола алмады. Тіпті Қатарда Жапониямен кездесудің 83-ші минутында Такумо Асананың жақын бұрышқа тепкен добын қайтара алмай команданы тең есептен де айырды. Шау тартты ма екен Нойер? Кім біледі? Трент Александр-Арнольдты талантсыз қорғаушы санауға болама. Ендеше оның біздің зиянкестер тізіміндегі үздік үштіктен күте беріңіз. Былтырғы қазан айында Брайтон командасымен кездесудің 18-ші минутында Трент Александр-Арнольд жоқ жерден сүрініп кетті де Леандро Троссар тосын сыйды өте орайлы пайдаланды. Мүлтіксіз соққы жасап есепті 0-2-ге жеткізді. Тренттің осы қателігінен бері оны сынамаған адам жоқ. Франция құрамасының бұрынғы қорғаушысы, әлем чемпионы Франк Лебефтің ойы тіпті қызық. Ей балақай, сен анда-санда артыңа бір қарап қойсаңшы, сонда қорғанысты қандай алапат болып жатқанын көрерің деді ол. Футбол мамандарының бәрі Александр Арнольдтың шабуылға өте орайлы қосылатынына сүйсінгенімен тікелей міндетін, яғни қорғаушы ретіндегі шаруасын тым олақ атқаратынын айтады. Соның салдарынан Англия құрамасының бас бапкері Гарет Саутгейті тіпті Трентті әлем чемпионатына апармайтынын сыңайды танытты. Ақыры тізімге соңғы күндері ғана қосты. Мамандардың айтуынша Тренттің қорғаушы ретіндегі осалдығын Юрген Клоптың ойын тактикасы ғана жауып бүрмелеп тұрады. Әйтпесе Александр Арнольд 2-ші лигасының деңгейінде қорғанады дейді білетіндер. Демек, қарсылас команданың латералдары өте белсенді болса, Тренттің басында бұлт үйірілді дей беріңіздер. Бірақ ол әлі жас. Алдағы уақытта қорғаушы ретіндегі білігін арттыра түсуге мүмкіндігі де уақыты да бар. Дегенмен Магуайрдың шаршаған ағылшын жанкүйерлері ендігі жерде Трентті де мемге айналдырса оңай болмас. Чемпиондар лигасының 2017-2018 маусымы финалындағы Лорис Кариустың 2 қатесі естеріңізде ме? Біз де ұмытқан жоқпыз. Кариус команданы әлсірететіндердің тізімінде 2-ші орында. Ол 2016 жылы Майнцтан Ливерпульге болашақ жұлдыз ретінде ауысып еді. Тіпті Юрген Клоп оны талассыз 1-ші нөмірде есептеді. Бірақ маусым алдында Кариус қолын сындырып алды да біраз уақыт емделді. Онсыз да қысымы көп ағылшын премьер лигасы осыдан кейін Кариусты сансартқан сияқты. Чемпиондар лигасының финалында Лорис айып алаңында Серхио Рамоспен соқтығысып қалды. Кейін анықталғандай осы сәтте оның миы шайқалыпты. Алайда бұдан кейін Кәрім Бенземаның аяғына доп салып беріп, Гарет Бейлдің алыстан қаңғырған соққысын жіберіп алып, Кариус Ливерпульді жеңістен аулақтатып жіберді. Содан кейін оған Клоп мүлде сенім артқан жоқ. Кейін Кариус Бешикташқа жалға берді. Мұнда да команданы ұятқа қалдырды. 2019 жылы Еуропа лигасы аясында кездесуде ол Слован командасының шабуылын тоқтату үшін айып алаңынан шығып ойнап, допқа басын тигізе алмай қателесті. Қарсыластар ашық қақпаға допты оңай тоғытты. 2-ші голды Лорис жақын бұрыштан ұстай алмады. Сөйтіп Бешикташ сапары да сәтсіз аяқталды. Бұдан кейін Кариусты Унион Берлин сапына 5 ойында ғана көрдік. Ливерпульге қайта оралған соң ол 5-ші қақпашы ретінде тасада қала берді. Бұл кезде денесін шыңдап, құдды культурист сияқты болып шыға келді. Былтыр күзде Кариус Ньюкаслға ауысты. Мұнда да Ник Поуп пен Мартин Дубровканың тасасында отыр. Жақында Лига кубогының финалында әлгі 2 қақпашы да түрлі себеппен алаңға шыға болып, Кариус бірнеше жыл үзілістен кейін тұңғыш рет негізгі құрамда ойнады. Биыл Кариус 30 жасқа толады. Бүкіл сәтсіздік артта қалып, 30-да орда бұзатын шығар бәлкім. Не болса да тілеулеспіз. Ал біздің бүгінгі тізіміздің басында аты жолы Энди Керрол. Керрол 2000 жылдар жарқ етіп көрініп, бүгіні кешеге дейін үміт күттірген, алайда барған жерін быт-шыт қып жүрген қызық ойыншы.
2007 жылы Ньюкасл жолдастық кездесуде Ювентусты 2-0 есебімен жеңіп кетті. Энди гол соқты. Шабуылдағы керемет әрекетімен даңқты қақпашы Джанлуиджи Буффонды тәнті етті. Болашағы зор футболшы деп баға берді Буффон. Ал Керрол осы сенімді ақтай алмады. Әйтпесе ол Ньюкасл тарихында Еурокубокта өнер көрсеткен ең жас футболшы болды. 18 жасында Англияның солтүстік шығыс аймағында берілетін ең талантты жас футболшы сыйлығын иеленді. Ньюкасл чемпионшипке төмендеп кеткенде Керрол команданың көшбасшысына айналды. Бірақ сол кезде оның ішімдікке әуес екені айтыла бастады. Ана жерде көлік соқты, мына жерде полицеймен байланысты деген сөз гуледі. Артынша Ливерпульге ауысты. Мұнда түк бітірмей Вест Хэмге келді. Футбол тарихында кеткені үшін командадан ақша алған алғашқы ойыншы Керрол болды. Сонша сенімге қарамастан Керрол супер жұлдызға айналған жоқ. Бір кездері ағылшын футбол тарихындағы ең қымбат ойыншы болғаны да оны серпілтпеді. 2019 жылы Ньюкаслға оралып еді. Тағы түк бітірмеді. Тіпті бутсын киіп жатып, аяғын жарақаттап, 7 ай бойы алаңға шыққан жоқ. Қазір Энди Керрол чемпионшипте 3-ші маусым ойнап жатыр Рейдинг командасында. 17 жылдық футболшы ғұмырында барлық лиганы қоса есептегенде гол саны 91 ғана. Міне мәртебелі көрермен, біздің бүгінгі ондық осындай. Кей тұстарда әзілдедік, кей тұстарда қатты айттық. Не десек те футбол әлемі өте қатал. Атақ пен ақшаны көтере білуің керек. Түрлі сындарға төзімді болуға тиіссің. Бірақ қателесуге жол жоқ. Қателессең бітті. Бүкіл әлемнің мазағына айналуы мүмкін. Дегенмен әркімнің өз ақиқаты бар. Сіздермен бірге ондықты анықтаған Бексұлтан Кеуілім қос. Амандықта жүздесейік.